Дәйектер. Мен өзімді таныстыратын болсам, Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі Құдабаева Анаргүл Кәкімханқызы. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған тақырыбым 4-ші сыныпта қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде жаңа сабақты бекіту кезеңінде балық сүйегі стратегиясы арқылы оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау сұрақтарын қою дағдыларын дамыту тақырыбы. Сын тұрғысынан ойлауға дағдыландыруда сұрақ қоюдың маңызы. Жалпы сұрақтың мынандай түрлері бар. Бірінші қарапайым сұрақтар, одан кейін келесі жоғары дәрежедегі сұрақтар. Жоғары дәрежедегі сұрақтардың өзі нақтылау сұрақтары, шығармашылық сұрақтар және бағалау сұрақтары болып бөлінеді. Енді сын тұрғысынан ойлау технологиясы сабақ жүйесінде 3 кезеңге бөлінеді. Бірінші қызығушылықтарын ояту, екінші мағынаны тану, үшінші ой толғаныс. Бүгінгі менің сіздерге таныстырайын деп отырған балық сүйегі стратегиясы сабақтың мағынаны тану және ой толғаныс кезеңдерінде қолданған тиімді болып келеді. Балық сүйегі стратегиясы проблемаларды анықтау және одан шығу жолдарын қарастыру моделі болып табылады. Балық қаңқасы негізгі 4 бөліктен тұрады. Басқа сұрақ немесе проблема, яғни зерттелетін, қаралатын, талқыланатын тақырып жазылады. Ал үстіңгі қаңқаға анықтаған проблема себептері, тақырыптың негізгі мазмұндары мен түсініктері жазылады. Ал астыңғы қаңқаға дәйектер, яғни фактілер, проблемаларды шешу жолдары, қарама-қайшылық тудырушы кедергілер жазылады. Ал құйрығына анықталған жұмыстың нәтижесі, қорытынды немесе тұжырым жазылады. Жазбалар қысқа әрі нақты, тірек сөздермен, негізгі оймен берілу керек. Мен енді 4-ші сыныпта қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен ғарышқа саяхат бөлімінде Айдын Айымбетов туралы мәтінмен таныстыруда, мәтін мазмұны бойынша пікір білдіру, бағалау және себеп салдарын анықтауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Мәтіннің тақырыбы және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтіннен деректер келтіре отырып дәлелдеу, оқу мақсаттары бойынша жүргізген сабақтан мысал келтірейін. Ең алдымен Айдын Айымбетовтың анасымен сұхбаттан берілген үзінді оқушыларға таныстырды. Оқушылар мәтінмен танысып болғаннан кейін балық сүйегі стратегиясы арқылы мәтінмен жұмыс жасау сұралады. Яғни балықтың басына мәтіндегі тірек сөздерді тауып жазу, балықтың үстіңгі қаңқасына мәтін бойынша сұрақтар құрастыру, ал астыңғы қаңқаға осы құрастырған сұрақтарға жауап беру, ал балықтың құйрығына мәтіндегі негізгі ойларды жазу тапсырылады. Енді бұл жұмысты ары қарай бұлай күрделендіруге болады. Яғни балықтың басына ұшқыш болу оңай ма деген сұрақ беріледі. Осы сұраққа себептері және дәйектерін жазу және осы себептері дәйектер арқылы қорытындыға келу тапсырылады. Бұл жұмыстың қорытындысында оқушылар Айдын Айымбетовке хат жазу, яғни ғарышкерге сәлем хат деген хат жазу жұмысымен өз жұмыстарын қорытындылауға болады. Енді осы жұмысты қалай ұйымдастыруға болады деген сұраққа тоқталайын. Мен өз сабақтарымда балық қаңқасы суретін файлға жүктеймін. Оқушылардан Paint бағдарламасын ашып, файлда берілген балық қаңқасын Paint бағдарламасына салуды сұраймын. Әрі қарай балық қаңқасына балық сүйек стратегиясы бойынша жазбалар жүргізуді тапсырамын. Жазбалар жүргізу үшін белгілі бір уақыт беріледі. Енді балықтың басына тірек сөздер берілген болатын. Балалар мәтін бойынша тірек сөздерді
тауып жазады. Мысалы, Айдын бала кезі итке өрмелеу, еңбекқор азамат. Енді балықтың үстіңгі қаңқасына мәтін бойынша сұрақтар құрастырып жазу. Мысалы, Айдын бала күнгі арманына қалай қол жеткізді? Енді оқушылар әрі қарай осы өздерінің құрастырған сұрақтарына жауап жазады мына жерге. Осы жәнегі өздері құрастырған сұрақтар және жауаптар арқылы ары қарай балалар мына жерге негізгі мәтіннің негізгі ойын жазады. Енді осы жұмысты аяқтағаннан кейін оқушылардан жұмыстарын сақтау сұралады. Енді тағы бір ескеретін жағдай, мына жерде оқушылар басқадай да сұрақтар құрастыру мүмкін. Сондықтан оқушылардың жұмысы әртүрлі болып шығады. Енді мына жерге сақтағаннан кейін жұмыстарын сақтайды. Мысалы, Айдын деп сақтайық. Оқушылар жұмыстарын сақтайды. Сақтағаннан кейін мына чатқа оқушылар өздерінің жәнегі сақтаған жұмыстарын бекіту батырмасын басу арқылы өз жұмыстарын чатқа жібереді. Енді оқушылар жұмыстарын чатқа жібергеннен кейін енді оқушылар бірін-бірі бағалау үшін галерея әдісімен өздеріне ұнаған жұмыстың авторына дауыс береді. Көп дауыс жинаған оқушылар жұмысы бүкіл сыныптың назарына ұсынылып талданады. Міне мысалы. Осыдан кейін оқушылар бірін-бірі бағалауға мүмкіндік алады. Енді осыдан біз қорытындылай келе балық сүйегі стратегиясын қолдану сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі. Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға, ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге, қабілеттерін, шығармашылық белсенділігін арттыруға, өзіне және өзгеге баға беруге мүмкіндік береді. Енді баршаңызды келе жатқан жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Жас ұрпаққа білім беруде шығармашылық табыстарға жете берулеріңізге тілектестік білдіремін. Сау болыңыздар.